жылы шеттігі деген өтірік садақа ассасин дейді. Бұл енді бізге сарттардан жұққан нәрсе бұл. Бізге дін Арабтан келді, мысалы. Арабта жоқ. Дін шыққан Сауди Арабияда 7-сі, 40-ы, 100-і, 80-і, 90-ы жылы шеттігі деген дін шыққан Саудияда жоқ. Діннің ең үлкен оқу орталығы болған Египетте бұның бірі жоқ. 600 жыл империя құрған біздің бауырымыз түріктердің Осман Түркі империясында бұл бәлеленің бірі жоқ. Сонда дін шыққан Саудияда жоқ зат. Дінді сақтаған Египетте жоқ зат. Өзімізбен тілі бір, тамыры бір үлкен империя құрған Түркияда жоқ зат. Бізге қайдан келді? Бізге сол есегіне теріс мініп, ала қоржынын арқалап, қайдан ақша табам деп қаңғылестеп деген келімсек сарттардан келді. Бұның барлығы ойбай ата-бабам дәстүрі. Атаңның басы ата-бабаның дәстүрі. Бұл сарттың дәстүрі. Сарттың дәстүрі. Сөйтіп сол аңқау қазақты алдап, жаңағы ақшасын алып отырады. Тірі қазақтан да ақша жасайды, өлі қазақтан да ақша жасайды. Содан шықты. Сосын бүгінгі надан қазақ айтады, ойбай ата-бабам дәстүрі дейді. Ол сенің ата-бабаңа қайдан келген? Ар тамырын бір ойласаңшы. Дін дейді. Дін, дін қайдан шықты? Саудиядан шықты. Қайда дамыды? Египетте дамыды. Сол дініңнің тірегі болып ұстап 600 жыл жаңа крест жорығын тойтарған кім еді? Осман Түркі империясы еді. Мекке Мединені ұстап тұрған кім еді? Осман Түркі империясы болды. Кім еді? Біздің бауырларымыз еді. Олар да жоқ. Сонда Орта Азиядағы қой бағып деп жүрген сенде қайдан шықты бұл? Сарттан келді. Сарттың заты бұл. Олар қарады, қазақ деген аңқау екен, бірдеңкені айтсаң болды, жабыстырып, бірдеңкені беріп жабысып қалады екен, тістей жабысып қалады. Ата-баба. Сосын енді оны үйретіп қой. Енді артынан барып сені, мынау біздікі емес қой десең, бітті кәпірсің, ана қазақ жанын береді екен. Оны зерттеп, тексеріп, рас па қалай біліп, тарихты оқып, дінді оқып